Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай ерекше, өте дәмді, әрі бір дайындағаннан ұқсап шығатын блини дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды миксерде жақсылап 2 есе ұлғайтып аламыз. Одан кейін сүтімізді, сұйық майды салып, тағы 1-2 рет миксерлеп жібереміз. Массамызды миксермен ұлғайтып болған соң, онда разрыхлитель тозды салып, тағы жақсылап миксерлеп жіберетін боламыз. Міне видеода көргендеріңізде дәл осындай масса дайын болады бізде. Ал енді дайын массаның үстіне осындай қайнап тұрған 1 стакан суды құйып, массамызды аздап сұйылтып аламыз. Ал енді осы общий массадан бір ожау алып, какаоны саламыз. Бұл бізге украшение үшін керек. Әрине әркім өз қалауына қарай оны істеу міндетті емес. Осылайша какао қосылған массаны жақсылап іртіксіз дайындап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Және бұны кондитерский мешокқа құйып аламыз. Осылайша ыңғайлы болады. Ал енді сковородкамызды осылай отқа қойып қыздырып, аздап сармай жағып аламыз. Содан кейін біртіндеп блинімізді құйып, әдемілеп пісіріп алуды бастаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші блинилерді әрине қарапайым түрде пісіріп алдым, ал екіншілеріне шоколадный блини дайындадым. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл шоколадный блинилердің үстін жауып пісіріп алатын боламыз. Блинини құйып болған соң, шоколадты жағып болған соң, отын азайтамыз астындағы и міне бетін жауып, осылайша пісіріп дайындап аламыз. Мен блинилердің ішіне үйде бар творожный массаны қостым. Әркім қалауына қарай творогтың өзін қосу мүмкін, немесе әртүрлі варенье, джемдерді қосып, осылайша дастарханға тартуға болады. Өте қысқа уақыт ішінде дайын болатын осындай блинилерді таңғы асқа дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Бұл әрине өте ерекше, әрі өте дәмді болып шығатын блини. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.